Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде оқу және тіл дамыту сабағы. Біз оқу және тіл дамыту сабағынан жыл басынан бастап ертегілерді өтіп жатырмық, иә. Неше түрлі қиял ғажайып ертегілер, жануарлар туралы ертегілер, шыншыл ертегілерді өтіп жатырмық. Өткен біз тақырыпта мына сурет біздің есімізге нені түсіреді? Әрине, бір үзім нан ертегісін түсіреді екен. Бұл жерде не бейнеленген? Мынау кедей, мынау бай, алтынымен суға құлап кеткен бай. Көктемде су тасқыны болған кезде бай үйінен алтын алады да, ал кедей бір үзім нанын алып ағаштың басына отырып жанын сақтайды екен. Сөйтіп бай қарны ашып аштықтан суға құлап түседі. Алтынды жеуге келмейді, ал кедей болса нанын үзіп жеп, осылай өмірін сақтап қалған екен, жанын сақтап қалған. Енді бүгін біз жан-жануарлар ертегісіне жататын мысық пен тышқан ертегісін өтетін боламыз. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Қыркүйектің 28-і дүйсенбі, мысық пен тышқандар. Мына жерде жаңа сөздер берілген. Қазір ертегінің ортасынан бізге осындай сөздер кездеседі. Ертегін толық түсіну үшін біз сөздерді жазып есімізге сақтап алайық, мағынасын есімізге түсіруге. Араз, араласпайды, жау деген мағынаны білдіреді. Сый-сияпат, құрмет, қошемет деген мағынаны білдіреді екен. Жөн көрді, дұрыс деп шешті. Айласы, қулығы деген мағынаны білдіреді екен. Одан кейін мынандай мақал бар, бәрі таппаған ақылды кәрі табады. Соңына астына жазып қоямыз. Қазір ол мақалдың неге айтылғанын түсінетін боламыз. Келесі слайдқа мән берейік. Мінекей, мысық пен тышқан, мысық пен тышқан араз болыпты. Бір-біріне араласпайтын жау болыпты. Олар әрдайым бір-бірімен жанжалдасудан жалықпаған. Бір күні қара мысық тышқандардың ауылына келіпті. Мінекей қара мысық. Одан не дейді қара мысық? Бұдан былай араздықты қояйық, жауласпай-ақ қояйық, тату-тәтті өмір сүрейік. Мен сендермен татуласуға келдім. Сол үшін біздің ауылға қонаққа келіңдер. Мен дастархан жайып қояйын. Сендерге сый-сияпат көрсетеміз, дейді ол тышқандарға. Сөйтіп, тышқандарға айтып жатыр, мен араздықты қояйық, тату-тәтті өмір сүрейік. Мен сендерді қонаққа шақырып тұрмын. Сендер біздікіне келіңдер дейді. Мен сендерге сый-сияпат көрсетем дейді, құрмет көрсетем, сендерді қонақ қылам деп мысық тышқандарды шақырады өзінің жеріне. Содан қара мысық қонақтарын шақырып ауылына қайтты. Тышқандар өзара кеңесті. Қонаққа баруды жөн көрді. Қонаққа барғанымыз дұрыс болды деп шешті. Жас тышқандар қонаққа жиналды. Олар еш жамандықты сезбеді. Жас тышқандар, мысықпен тату болғанымыз жөн, шақырып кетті ғой, барайық деп қуанды. Ал кәрі тышқандар мына жерде ақылдасып жатыр. Мынау үлкен тышқандар, кәрі тышқандар, қойыңдар қарақтарым, мысықтардың айласы шығар, қулығы шығар дейді. Тіл алсаңдар бармаңдар деп өз ақылдарын айтты. Ал жас тышқандар тыңдаған жоқ, барды. Шақырған жерден қалмау керек деп мінекей барып тұре әдемі киімдерін киіп қонаққа жинала бастады. Кәрі тышқандардың сөздерін елемеді, кәрі тышқандарды тыңдамады. Мысықтардың ауылына тобымен келді. Көңіл күйлері көтеріңкі болды. Қош келдіңдер ағайындар, мына үңгірге кіре беріңдер. Бұл біздің үйіміз деп қарсы алды қара мысық. Міне көрдіңдер ме? Тышқандар мысық көрсеткен үңгірге кірді. Қара мысық үңгірдің аузын бекітіп тастайды. Қараңдар, мінекей. Үңгірге кіргізді де есігін бекітіп тастайды. Шошып кеткен тышқандар жабылған есікке жалт қарайды. Ал мысық болса, аңқаулар, алдандыңдар ма? Сендерге кәрі тышқандар тыңдау керек еді, дейді. Сөйтті де тышқандар жеп қойды. Сөйтіп мысықтар тышқандарды қырып салды. Қулықтарын жүзеге асырды. Ал қонаққа бармаған кәрі тышқандар аман қалды. Жас тышқандар қайтып келмеді. Оларды мысықтардың жеп қойғанын түсінді. Әттең-ай, жастықпен олар бізді тыңдамады. Сөйтіп тышқандар мен мысықтардың арасындағы араздық әлі күнге дейін жалғасуда. Бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз осыдан қалыпты. Үлкенді әркез тыңдаған жаман болмас дейді. Әрине тышқандар не істеу керек еді? Жас тышқандар кәрі тышқанды тыңдау керек еді. Әрқашанда ол тышқандардың арасында болсын, адамдардың арасында болсын, жас балалар, жас жеткіншектер, үлкендердің өзінен жасы үлкен адамдардың
несін ақылын тыңдау керек. Бұны тағы да бір ертегі дәлелдеп тұр. Осыдан бастап мысық пен тышқандардың арасы достаспай қойды дейді. Бұл ертегі жануарлар ертегісіне жатады. Мақалдың мағынасын түсіндіңдер деп ойлаймын. Үлкендердің бәрі таппаған ақылды кәрі табады дейді. Немесе көп білген емес, көп көргеннен сұра дейді. Көп оқи бергеннен көріп, оның тәжірибесінде көрген адамнан сұра дейді. Міне тышқандар солай алданып қалған тышқандарды көрген болар. Жас тышқандарға айтып еді, бармай қойыңдар мысыққа деп. Жоқ, олар тыңдамай, бізді қонаққа шақырып деп, үлкеннің тілін алмай бара берді. Ал соңында мысық оларды жеп қойды. Балалар, сендер ертегі түсінікті деп ойлаймын. Өте жеңіл ертегі. Кері байланыс күтемін. Кімге түсініксіз сұрақ қойыңыздар. Кімге түсінікті, қазір мен кітаптың бетін түсіріп жіберемін, кімде кітап жоқ. Ал қалғанымыз нені қарап, слайдты қарап, видеозвонокпен ертең байланысты күтемін. Ал күнделікті білесіздер, күннің ретін, дәптерге жазатын бетті қазір суретке түсіріп жіберемін. Сау болыңдар.